байлануы, мәжбүрлі мәңгүрттік, қара күш кигізген қамыттан қалай құтылуға болады? Қара күштен сақтан. Қара базардың маңайы ары-бері өткендерге алақан жайған тіленші де, көше бойында емдей салам дейтін емші де осында жүр. Олардың өз саудасы, қалыптасқан кәсібі бар. Көшедеген аты болмаса, бұл жердің де өз заңы, адамы бар. Ардан аттамайтындары, қарға бәлді қарғамайтындары сынды. Открываю дорогу, но не белый мальдивец. Я черный мальдивец, понимаете. Мені кейде шенеуніктерді іздеп келеді. Олардың да басынан бақтаятын уақыты болады ғой. Сондай кезде тіпті үйіме де іздеп келіп жатады. Құмалағым ақ сөйле дейтіндердің басым бөлігін базар маңынан табуға болады. Болашаққа болжам жасайтындардың бұл жерде түр-түрін табуға болады. Бірі картаға, енді бірі құмалаққа жүгінеді. Олардың базар маңын жағалауының жалғыз себебі бар. Өйткені мұнда тұтынушы көп. Екі апалы сіңілі бизнесмен әйелдер саудалар өтпеген жағдайда, өтпегендіктен көз тиді деп өздерінше тұжырым жасады. Сөйтіп, емшілік қасиеті бар бір ер кісіге Шы есімді азаматқа бағынады, барып жүгінеді көмегіне. Сөйтсе, емші деп жүргендері қос саудагердің көзін байлап ақшаларын алмақ болған алаяқ екен. Жалған емші ақырында дегені жетіп, қос кәсіпкерді өлтірген, қаланың шетін апарып, алдын ала әзірлеп қойған қабірге қос құрбанын көміп, олардың 50 мың ақш долларын алып ізін суытқан. Бірақ құзырлы органның құрығынан құтыла алмады. Қанды қол көріп келді, сот темір торға тоғытты. Ал жадырамен оның анасы да сотта балдырғын тоздырып жүр. Жолында жөні түзу тәуіп кездеспей болған жас қыздың көріпкелдерден көрген азабы да ауыр. 19 күн бойы сеансына 3.000 теңге төлесін еді. 19 күн бойы мен басымды бүйтіп отырғыз қояды, көзін жұм дейді, жұмам. Соң басыма қатты массаж жасайды. Содан кейін мойнымды былай бұрады, былай қытыр-қытыр еткізіп қатты ауырады сол кезде. Бойындағы жынында салпырмен тасайын, тектілік қасиет, бойтұмарғылық тағайын, қиналған бір кезімді көрмеді деме аруақ. Алғашқыда небәрі 16 жасар қызды анасы ауырған жанына шипа болсын деп, әулие әмбелердің базарларын аралайтын топқа қосып жіберген. Күні кеше осы аққоранған аққу қыздардың айтқанын екетпей, мазар жағалағандар бүгінде қайта тәубасына келген. Бірақ әруаққа сыйынып мазар жағалау бойжеткенге жақпапты. Сырт көзге оғаш бұл кадрларда қарнын ашып жүгіріп жүргендер жас бала емес, бірақ балталы емшінің от шашқан демінен дәмелі дертіне дауа болама деп. Мен Болгариядағы Банга апайдан аян алып тұрам. Әлі өзім барған жоқпын. Түсімде Мекке жақтан аян алып тұрам. Ал ғаламторда жарияланған жарнамасында бүкіл әлемдік халық емшісі атанған ақ жаулықты бұл кісінің есімі емші Гүлсара. Әңгімесін сенсек емшінің құлағына сыбырлайтындар көп. Емдеу әдісі ерекше, спортты да мықтап меңгергендей. Кетет, денемде кетен, кетет. Алайда Қазақстан халық емшілер қауымдастығының президенті Зиядан Қожалымов емші екен деп екінің біріне бара беруге болмайтынын ескертеді. Емшілердің жалпы 50% ауырып адамдар, 30% олардың тәрбиелесе 10-ға, тәрбиелемесе аңдардың қатарына қосылса, қысқасы 20-сынан қарымыз күтуге болады. Ғалымның тылсым құпиясын ашу жолында 20 жыл ізденген ғалым әсіресе қара күштен құтқара көрдіп келетіндер көбейіп кетті деп қапалы. Оның ақырынан қауіптенеді. Сананы сиқырлау мәңгүрттікке апарар жолдың басы дейді ғалым. Мәңгүрттер қорлық, зорлық атаулының бәрін көріп, миына жазылмастай зақым келген. Қай елден шыққанын, кімнен туғанын білмейтін, тек кеудесінде жаны бар. Ішіп жеуге, қара дүрсін жұмыстарды атқаруға ғана қабілетті, аянышты пенделер. Олар алыспен жақында ажырата алмайды, өз анасын дұшпан санап, атып та жібере салады. Жадында еш нәрсені сақтай алмайды мұндайлар миғұла мәңгүрт деп аталады. Расында да елімізде гипноз, яғни көз байлау ілімін оқытатын арнайы оқу орны болмаса да, қара күшпен басқаның бақытын бағындырып жүргендердің жарнамасы жер жарып тұр ғаламтор беттерінде. Оқыған адамның жаны түршігеді, өздерін қара магияның құдірет санайтындар үшін басқаның бақытын тартып алу түк емес, өзгенің отбасын ойрандай салуға да әзір, тек ақысын төлесеңіз болғаны. Дуа ол ауру, дуаланған адамның денесінің ғарыштан нұр қабылдайтын нүктелері жартылай, кейбірі толық жабыла бастайды. Ойлау қабілеті бұзылып, есінен адасады.
Ғани адамның алақаны арқылы аурасын анықтайтын аппаратты басқарады. Айтуынша өздерінде дуаның бар жоғын анықтауға келетін адамдар қатары көбейген соңғы кезде. Очень много людей приходит сейчас. К сожалению, книжки и литературу про магию везде продают. И человек низкого духовного уровня они берут и пользуются. Ғалымдардың пікірінше адамға дуа арқылы бағытталған кері энергия әсерінен оның денесінде қара тесік пайда болады. Салдарынан адамның 8 көзіндегі негізгі нұры көзі, яғни чакра қара энергиясымен қоректеніп, қызметі нашарлайды. Алтайда Алматыда көтерме сауда базарларының бірінде бірнеше сығана елі саудагерлерді үптеп үлгерген. Гипноздық тәсілмен олар саудагерлерді санасын сиқырлап, сақиналармен жүзігін алып кетіпті. Оларға біз беріп үлгермейміз, үнемі олар қалай алып кетеді. Саналы адамды арбайтын алаяқтар өз алдына қара дуаның қайтарымы қауіпті дейді тылсым күштерді көп зерттеген Зиядан Қожалымов. Санасы сергек, рухы мықты адамды қара күштің ала алмасына сенімді ғалым. Бірақ сананы сиқырлайтындар мен мәңгүрттікке мәжбүрлейтіндердің қылығы қоғам үшін аса қауіпті дейді. Сөздің шыны керек. Бұзылды лезде отасқан талғам бірікпес бұлттар ауып келеді. Рухы, діні шатасқандардан абайла үлкен қауіп келеді. Мұхтар Шаханов.